Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз печенье дайындаймыз. Бұл печеньенің жасалу жолы қиын емес, өте оңай, міндетті түрде қайталап көріңіздер. Сыртындағы барлығы орех, бұл грек орехы, сіз кез келген орех түріне ауыстырсаңыз болады. Менің каналымда бірнеше жақсы рецепттер бар, міндетті түрде ішіне кіріп тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен бізге ерітілген 100 грамм сары май қажет, 80 грамм қант қажет. Барлығын жақсылап араластырамын. Қант ерігенге дейін кішкене. Одан кейін 2 жұмыртқаны қосып, массамыз үлкейгенге дейін тағы да араластырамыз. Келесі 140 грамм бал қосамыз. Сонда біздің қамырымыз керемет медовый қамыр шығады. «400 грамм ұнға 1 қасық разрыхлитель қопсытқыш қосып араластырамыз. Сұйық массаға 2 бөліп саламын да жақсылап араластырамын. Қолмен де араластырып елесек болады. Қамырды 15 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямын. Оған дейін орехты дайындаймын. Оны блендерда ұсақтап үгітіп аламын. Қамырымызды тоңазытқыштан аламыз. Мінеки көріп тұрғандай қолға жабыспайды. Өте жақсы қамыр шықты. Осы қамырды енді бір размерде, бір массада бөлу керек болады. Мен тура ортасынан бөлем, және тағы да тура ортасынан барлығын бөліп шығамын. Сонда 15-16 печенье шығу қажет. Бұлай дөңгелектеу керек. Енді осы печеньені сыртына жұмыртқаның ағын жағамыз, себебі орех жабысу қажет. Жақсылап алды-артына, жан-жағына жұмыртқаның ағын жаққаннан кейін орехқа саламыз да жақсылап жан-жағынан және де алды-артынан орехқа батырып аламыз. Кішкене осылай жасап қойған дұрыс, себебі піскеннен кейін сыртындағы орехтар қатты үгітілуі мүмкін. «180 градуста 20 минутта пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.
себебі кез келген тіпті оқушының да қолынан келетін печенье, және де ең бастысы балаларға өте қатты ұнайды. Сіздерге де ұнады деген үміттемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.